Алла қаласа біз уже төртінші попытка, төртінші ма, бесінші ма сақталса сақтауға тырысамын. Техникалық ақау болмаса. Баршаңызға қайырлы күн, қош келдіңіздер. Жақсы естіліп көрініп тұр дейді. Рахмет. Қазір Төребек ағай қосылу керек. Қош келдіңіз ағай. Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр, аха. Жақсы. Бастасамыз болады па? Бастасақ болады ма? Болады. Жақсы, рахмет. Сезімдерді сөзбен жеткізу тақырыбы қарым-қатынас. Біріншісі, қарым-қатынас сөзінің мағынасы не үшін сезімді айту апару керек? Не үшін? Өйткені біздікі еш нәрсе жоқ. Бізге берілген нәрсе бәрі бізден шығу керек та. Дүниеге қалай келдік? Нөл болып келдік, нөл болып кетеміз. Менде еш нәрсе қалмау керек. Мен проводник сияқты болуым керек. То есть ағын су сияқты ағуым керек та. Егер менде қалып кетсе, тұрғын су сияқты ол саси бастайды. Поэтому сезімдер біреуге арналған и адрес бойынша кету керек. Әр сезімнің адресі бар, сол жерге жету керек. Менде қалып кетсе, жүк болады. Жүк болған кезде мен оны көтеріп жүре берем, сосын қолым шаршайды. Сосын денем ауырады, сосын басым ауырады. Сосын бәрі мені раздражать етеді. Өйткені басым ауырып тұр. Басым ауырып тұрса, маған еш нәрсе ұнамайды. Менде бәрі кінәлі болады. Сосын ешкімді көргім келмей қалады. Сосын бәрінен қашқым келеді. Ешкімді көрмеймін. Бір нәрсеге қашам сосын. Или жұмысқа қашам, жұмыс деймін. Или демалуға қашам. Или жатам. Ешкіммен көріскім келмейді да. Сөйтіп, басқа аурулар табылады. Біз ойлаймыз, не үшін болып жатыр? Оказывается, сезім бермеген үшін. Поэтому сезім бәрін беру керек. Екінші сұрақ дәл сол еді. Сезімді айтпау неге апарады? Жаңағы ғой, айтпаса, адам ауырады негізінде. Апарып бермесе. Сезім қарым-қатынас үшін берілген ғой. Қарым деген біреудің қарызы деген сөз ғой. Қатынас деген сол кезде болады да, апарған кезде. Яғни мен сезімді апармай жатырмын. Мен сезімдерді апарған кезде қатынас болады. Отношение. От слова относить. Апарған кезде отношение болады. Апармаса отношение болмайды.
анау қарым деген қарымын қайтар 12 деп тұрған мағына ғой да. Иә, Мгм. қарымын қайтару. Мгм. Әр сезімнің адресі бар, ол соныкі да. Мгм. Соған апарып беру керек. Мен ренжісем мен қарызбын да, оған сезімді бермей жатқан мен, иә. Иә, Мгм. маған сезім келіп тұр, оның адресі болып тұр. Мен оны ішімде қалдырмауым керек. Мгм. Үшінші, сезімді айтудың қандай пайдалы? Айтқан кезде тазарады адам. Мгм. Айтқан кезде босайды, жеңілдейді. Егер дұрыс адреске апарған кезде де көркем мінезбен и құрметпен, сосын сыйластықпен, көркем түрде апаратын болса, бәріне жақсы. Мгм. Яғни пайдасы жеңілдейсіз, қуаныш кенеледі да. Иә, Мгм. Жақсы. Сезімді айтуға не үшін қорқамыз? қалай? Сезімді айтуға не үшін қорқамыз? Өйткені біз үйренбегенбіз сезім айтуға. Бізде менталитет басқаша да. Мм. Әртүрлі жағдай болады, не үшін қорқатын. Кейбіреулерде жаңағыдай ұялшақтық болады, или басқа біреуді ренжітіп қоямын деп ойлайды. Қалай шығаруды білмеген кейін. Солай. Мгм. Қалай үйренсек болады сезімді айтуды? Бірінші сезімді тану керек. Тану үшін тренировка жасау керек. Менде қандай сезімдер бар деп. Интернетте список бар. Мгм. Сезімдердің списогі тізім бар. Соны алып, 1,5-2 сағат сайын жазса болады. Мгм. Сөйтіп өзін тани бастайды адам. Өзімізге сұрақ қоямыз, қандай сезініп тұрмын деп, иә? Иә, өзімізге сұрақ қоямыз, не сезініп отырмын. Мгм. Сөйтіп жазамыз. Сосын сезімдер шыға бастайды. Мгм. Өзін тани бастайды. Сосын өзіндегі сезімдер жеткізе алады. Жаңағы бір ретте мен сезімдердің бүйтіп спискіне қарап тұрдым да, маған ешқайсысы да келмейтін сияқты деп тұрдым да. Менікі қандай сезім деп. Сондай кезде не істеу керек? Білмей тұрмын да, қайсысына жатқызатынымды. Біреу болса да жазу керек. Ішінде сезімді қарайды ғой. Өз жерде 100 шақты сезім бар шығар. Соның ішінде біреу табылады ғой. Мен 18-ін 18 штук. Мен ғана бармын дегенді айтасыз ба? Ол эгоисттік дейді. Қалай? Мен ғана бармын деп айтасыз, мысалы жаңағы айт десе, ол бүйтеді, ол түсінбейді, ол маған ұрсып жіберуі мүмкін деп жатады. Мен ғана бармын деп айтасыз да сондай кезде. Соны ашып айтасыз ба, ол эгоисттік емес пе? Бір нәрсенің эгоисттік болу үшін менікі болу керек та. Мен деп айтқан кезде, менде не бар болса, мен соны айтқан кезде менікі есеп беру болады, отчет болады. Өзіне иеленетін болса, иемденетін болса бір нәрсені, менікі дейтін болса, сол кезде эгоисттік болады. Ал мен ғана бармын дегенді ашып айтасыз ба дейді. Мен ғана бармын деген, маған ешкім жауап бермейді. Мен сезімдеріме, менің әрекеттеріме, менің мінезіме, менің шешімдеріме. То есть маған ешкім жауап бермейді, ешкім жауапты емес, ешкім кінәлі емес. Сол үшін маған көркем мінезді ешкім істеп бермейді, жасап бермейді. Өзім істеуім керек, өзім жасауым керек. Поэтому менен басқа ешкім жоқ. Барлық нәрсені өзім жасауым керек. Мынандай сұрақ келді, сезімді айтқың келмесе ше, не істеу керек дейді. Сезімді айтқым келмесе, дайындалу керек, қашан айтқысы, қашан дайын болады, сол кезде апарса болады.
Мм. Қазір настроениесі жоқ шығар, білмейтін шығар қалай апаратын, қалай білдіретін, қалай айтатын. Мгм. Сезімдер маған керек емес қой, лишний жүк болады. Мм. Мгм. Менде обида жүретін болса, не істеймін мен оны? Кедергі болады, басым ауырады бекерге. Иә. Сезімді айтпайтындық, айтқысы келмейтіндік тәкаппарлықтан ба? Әрқашан емес, кейде болуы мүмкін, бірақ тағы да айта алады, айта алмайды. Әркім мінезі әртүрлі ғой. Мм. Не Мгм. обязательно тәкаппарлық. Тұйықтық себеп болуы мүмкін ба? Иә, тұйықтық та болуы мүмкін, ұялшақтық болуы мүмкін. Мм. Бәріне жаттығу керек қой. Ұялшақ адам не істеу керек? Негізінде проработка істесе болады. Мм. Мгм. Яғни ұялшақтық қашан пайда болды? Не қандай алу? Иә, Мгм. Сосын ұялшақтықты басқа бір мінез құлықпен алмастыру, иә? иә. Мгм. Тамаша. Сезімді жақын адамы танымайтын кез келген адамға айту керек па? Сезімді балаға айту керек пе? Сезімнің адресі бар ғой. Мгм. Өзі айтады, сезім өзі айтады, кімге апару керек екенін, Мгм. кімге айту керек екенін. Мгм. Сезімнің өзінен сұрасақ бола ма? Сені қайда апаруым керек? Иә, қандай сезім келіп тұр? И ол адресі бар ғой. Мгм. Сезімнен Соған сұрасақ болады. апару керек. Ең кім Иә, деп. аха. Мгм. Негізі адамды көрген кезде сол адамның өзі сезімді оятады, соны бер деп ше. Сол адамға апарып беру керек. Келген адамға өзі сезім сұрайды, соған бере салу керек. Көп, Сезімді айту керек. көпшіліктің көзінше сезімімізді айтуға болады ма? Әлде жеке шығарып алып айту керек па? Негізінде ситуацияға байланысты ол адамға жеке мәселесі болса егер, жеке айтқан дұрыс, общий мәселе болса, бәріне қатысы бар болса болатын шығар. Автобуста жақында өте көп толпа міндік, и үш қыттай менен жасы кіші жас қыздар бүйтіп мені бүйтіп қағып өтіп, үшеуі қатарынан бүйтіп алдыма жылжып, мен бір өтіп кетемін дегендей. Сосын үшеуіне ашуым келді, енді айтайын десем түрлерін көрген жоқпын, адам көп. Сондай кезде не істеу керек? Негізінде айтаса болады, ішінде қалмау керек та. Или же кешірім сұрау керек. Ішінде қандай сезім қалды? Артынан жүгіріп Мысалы білмей қалдым да, толпа мінді, толпа. Бірақ үш қыз прям жағаласып кіріп кетті да менен бұрын. Қандай сезім келді сол кезде? Ашу келді. Сразу айтсаңыз болады. Егер бұған негізі жаттығу керек, на автомате айта алатындай ше, любой жағдайда. Егер сіз шарттарды алып тастайтын болсаңыз, ашу келмейді сізге. Яғни менің алдымды кесіп өтпеу керек, жаңағыдай үлкен адамға орын беру керек деген сияқты нәрселерді алып тастау керек. Иә. Егер менен басқа ешкім жоқ деген принцип бар ғой, оны жақсылап түсінетін болса, ұстанатын болса, ол ешкімге ренжімейді, ашуланбайды. Маған орын беру керек, мені жаңағыдай, маған жол беру керек деген нәрсе болмайды да. Біз да шартты әдейілеп қойып алмаймыз ғой. Біз өзімізді білмейміз даже. Қандай шарт бар екенін өзімізде. Ол кезде қайтпек керек. Осындай ситуациялар бізді үйретеді, бізге айна болады. Қандай шарттарымыз бар екен бізге көрсетеді. Оларға рахмет айту керек та негізінде. Айнамыз болған үшін, бізге көмектескен үшін. Сосын кешіріңіз, кешірерсіз деп айтуға болмайды ма? Өйткені ол шарт болып кете ма?
Жоқ, ол приказ болып кетеді да. Көркем түрде болмайды. Кешіріңіз деген бұйрық болады. Кешірім сұраймын десе, көркем түрде болады. Құрмет болады. Жақсы. Кешірім сұраймын, ашуым келген. Да? Қалай? Кешірім сұраймын, ашуланғаным үшін деу керек, иә? Иә. Кешірім сұраймын сізге ашуланғаным үшін. Жақсы. Мен осы февральда семинарыңызға қатыстым ғой. Содан кейін бірден практикаға қолданып бастадым. Клиенттер келеді ғой банкте. Сосын ашуыма тиген сайын клиенттердің бәрін кешірім сұрай беремін. Жұмыстастарым айтады, кешірім сұрай бермеші, оларға не деуім керек? Кешірім сұрай бермеші дейді маған келді. Оларда қандай сезім оятып жатыр сізде? Кешірім сұрай бермеші дегенде. Вот, олар сізге қызмет етіп жатыр. Раздражение маған бер дейді да. Соларға беру керек. Иә, оларға айту керек. Кешірім сұраймын. Сізге раздражение болған үшін. Мен бірақ оған раздражаться етпеген сияқтымын. Олар маған раздражать етіп тұр. Сіз ше не істеп жатсыз? Қуанып жатсыз ба? Жоқ. Не істеп жатсыз? Кешірім сұрай бермеші дегенде. Кешірім сұрай бермеші дегенде қандай сезім оятып жатыр? Кешірім сұрай бермеші деген кезде. Иә. Отторжение, да? Кешірі деген сияқты. Иә, қандай сезім ол? Мүмкін ашу шығар? Онда ашуды оятып жатыр. Сізден ашуды сұрап жатыр. Маған бер дейді да. Сөйтіп оған айтасыз, кешірім сұраймын сізге ашуланғаным үшін дейсіз да, тағы да. Осы кешірім нәрсесін айтқан едім бір апама, жақын апама, туысқа. Сол айтадым. Мен айттым да, осы кешірім сұрағанымды, кешірім сұрауым керектігін бәрін айтып атсам, сома айтады. Жүресің бә, ел жұрттың бәрінен кешірім сұрап. Сұрама. Ешкімнен өйтіп айтта. Сол кезде не сезіп жатсыз? Сол кезде? Ол кезде ма? Кішкене қылдым. Енді білмеймін. Қалай? Андай түрімнен просто күліп отырдым да, бірақ іштен не сезіндім ол кезде. Кішкене қиналыс сезіндім. Қиналдым кішкене. Эфир жүріп жатыр ма? Ол кезде қандай сезім сезіндім? Сол қиналдым, жаңағындай. Айтуым керек қой деп та. Енді қалай түсіндірем деп. Ол сізге айтқан кезде қандай сезімде болдыңыз? Қандай сезім оятты ол? Қиналған сияқтымын әйтеуір іштей. Негізінде сіз оны жақтырмаған шығарсыз, сол айтқанын. Мүмкін, білмеймін. Соған айтасыз, кешірім сұраймын жақтырмағаным үшін. Маған естіп бұйрық айтқанда біреу мен жақтырмайды екен. Шындықты айту керек та.
Сосын не деп жауап беруім керек? Сөйтіп сезімді айтып болам, ал енді ол айтып тұр ғой маған андай. Үзілді кесілді айтып тұр да, сұрама, ел жұрттың бәріне сұрап жүресің ба? Соны айтасыз ғой, кешірім сұраймын жақтырмағаным үшін. Мгм. Иә, не үшін жақтырмайды маған? Не ұнамай қалды? Приказ. Приказ ұнамай қалды. Мхм. Мгм. Маған біреу приказ берсе ұнамайды екен дейсіз. Мгм. Мгм. Сосын Вот. Басқа не дейді ол? Ары қарай не дейді? басқа ештеңе деген жоқ. А, Мен енді сөйтіп сезімді айтам, содан кейін мен кешірім сұраймын, мен жалғастыра беремін деймін ба? Мен өйткені жалғастырғым келіп. Иә, кешірім сұраймын, мен жалғастырсам бола ма дейсіз. Мен басқаша сөйлей алмайды екенмін. Иә. Мгм. Мен соны айтуға мұқтажбын. Да? Иә, осылай сөйлеуге мұқтажбын. Бірақ сіз өз еркіңізді айтасыз ба? Сіз айтсаңыз өз қалауыңыз, да? Иә. Сосын маған жаңа жұмыста айттым ғой, кешірім сұрай беремін клиенттерден. Сол кезде біреуіне мысалға или ұмытып кетемін, или болмаса айтылмай қалса, жүгіріп келіп жүріс тастарым бүйтеді да, кешірім сұрашы деп мазақтайды да, келемеш дейді да. Иә. Сол кезде не сезіміз? Қандай сезім айтады сізде? Ұрып жібергім келетін шығар. Ашу шығар. Иә, олар сізге қызмет етіп жатыр, сіздегі ашуды алу үшін ше. Оларға апарып бересіз, ашуды бересіз. Кешірім сұраймын, сендерге ашуланғаным үшін тоже. Сосын реніш шығар, типа келемеш деп тұр мені. Кім ренжиді? Мен. Ренжисіз ба? Айтасыз, кешірім сұраймын сендерге ренжігенім үшін. Ренжіп тұрғаным үшін, да? Иә. Осы неге ашу? Вообще қашан таусылады ол ашу? Ашу таусылмайды, ол бізге инструмент, көркем мінез алып келеді. Мына жерде жазып жатыр, бізде бойымызда қанша ашу мөлшерде дейді. Аха. Ол поток қой. Келеді, кетеді. Менде мынандай ашу күйінде қалады да, менде ғана ашу. Олай емес па, бәрінде бірдей ме? Менде установка көп. Қай нәрсеге мен ашуланам, қай нәрсеге ашуланбаймын. Оны мен шешіп қойғам да. Сөйтіп, шарт қойып қойғам. Осы шарттар оятады оны. Жақсы. Яғни кешірім сұрайшы деп мазақ қылған кезде просто ренішімді айтамын болды, иә? Шарт қоймасаңыз позитив болады. Всегда. Шарт қойсаңыз негатив болады. Енді қайталамашы деп айтайын десем, тоже ол шарт болып кетеді, иә? Мен біреуге бұйрық бере алмаймын. Иә. Қалай өмір сүру керек екенін өзі біледі. Қалай өтінсем болады енді келесіде мені келемеш демеу үшін? Мен шарт қоймам керек. Мен ешкім келемеш демеу керек деген. Келемеш демесін бе? Мен олардың өміріне араласамаймын, өздерінің дәптеріне жазылады. Мен дәптеріме жазылмайды ғой. Менен басқа ешкім жоқ. Олар өздерінің келемеш деген үшін өздері жауап береді, де? Иә, мен оларға жауап бермеймін ғой. Олар маған жауап бермейді, сол үшін менен басқа ешкім жоқ. Мен шарт қоймасам да келе береді. Ал? Былай деп келіп тұр, мына жерде комментарийда, мен шарт қоймасам да келе береді дейді.
сөйтіп ойлайды ол, шарт қоймасам да ашу келе береді деген ше. Просто шарт қою не екенін пока білмеген үшін сөйтіп ойлаймыз біз. Ашу өзі келеді деп ойлаймыз. Ашу келмейді шарт қоймасам. Қандай шартым бар деп сұрау керек. Ашу келіп жатса, значит, біз өзімізге қоямыз, қандай шартым бар деп, да? Иә. Осы тұста, мысалы, өзіңе сұрақ қою деп жатырмыз ғой, енді ішкі түйсігіміз жауап береді ғой, иә? Қалай? Біз енді сұрақ қойып жатырмыз, мысалы, қандай шартым бар деп түйсігіміз жауап береді ғой, бейсена. Иә. Ал соны айтады кейбіреулер, мен оны естімеймін, тыңдамаймын дейді. Кімді естімейді, тыңдамайды? Жаңағы ішкі түйсігімді сезбеймін, естімеймін дейді. Тренировка жасау керек қой. Сосын менің өзімде түйсігім маған айтады да, мен сұрақ қоям, айтады, жауап береді, естимін, бірақ мен оны тыңдамаймын. Мысалға кеше маған айтты да, мен мамам сұрақ қойды маған да, Сақина ала берейін ба Құдағайға, әлде жаңағы Кәжекей қарап келейік па деді да. Сосын мен өзіме сұрақ қойдым соны. Сол кезде түйсігім жауап берді. Кәжекейге бармай ақ қойың, қазір сендер уақыт жоғалтасыңдар, энергияны жоғалтасыңдар, келіп Сақина аласыңдар деді да. Сосын мен оны апаға айтқан жоқпын, мен ол түйсігін естіп, салдарлама деп, айтама деп, үндеген жоқпын. Барып салдарлап не істеп келдік біз. Уақыт пен энергияны жұмсап, босқа кетіріп, Сақинаны алдық та түбінде. Жаңа түйсіктің айтқаны дұрыс болып шықты. Тыңдағанда уақыт пен энергия өзімізде қалар еді. Мен естимін, неге тыңдамаймын? Потому что менде құрмет жоқ, может быть. Үйренбеген шығармын. Адамдар тыңдауды ше? Түйсігім айтып жатыр, түйсігім. Не деп жатыр? Бармай ақ қой дейді да, жаңа Кәжекей іздеп босқа сандалып келесіңдер, уақыт пен энергия құртасыңдар дейді да. Ал мен оны апаға айтқан жоқпын, өйткені мынандай тосқауыл қойып жібердім. Апа менің сөзімді тыңдамайды, түйсік деген не бәле деп. Сосын не болды? Сөйтіп ақыры ол түйсігінің айтқан жоқпын апама. Сосын дейтін 1 сағат уақытымызды кетіріп, энергиямызды, ақшамызды құртып, Кәжекейге қарап келдік та, ақыр соңында Сақинаны қайтып келіп алдық. Сіз оған сезімді айтқан жоқсыз ғой, ішіңіздегі. Иә. Сол сезім қарыз болып қалды. Оған апарып беру керек. Осындай сезімде болған еді негізінде. Мынандай нәрсе тұрды да, ол бәрібір сенбейді. Сен не айтып тұрсың деген сияқты да. Кім айтып жатыр саған? Иә, ол туралы біз шешім қабылдаған кезде біз қателесеміз. Жаңағы принцип бар ғой, менен басқа ешкім жоқ деген ше. Біреу туралы вообще шешім қабылдамау керек. Өзі біледі. Ол не деп жауап береді? Өзі біледі. Мен тек өзімде зейін өзіме салым керек та. Өзіме қалуым керек. Эмоция мен сезімнің айырмашылығы дейді. Эмоция да сезім ғой. Просто уақытша, қысқа. Біз сезімді апарамыз ба, эмоция екеуінде ме? Сезімді апарамыз. Мысалы, бірінші эмоция келеді. Эмоция ол адам сыртына шығатын, көрінетін нәрсе ғой, эмоция деген, көрініп тұрғанша. Сезім бәрі көріне бермейді, ішінде отыра береді. Терең. Эмоция деген бетінде тұрған, сыртында тұрған, көрініп тұрған. Бірақ бәрі сезім. Жақсы. Қызғаныш, көре алмаушылық сезімін де айту керек пе? Қалай?
бәрін айту керек. Әр сезімнің адресі бар ма? Кім оятып жатыр, сол сезімді соған апарып беру керек. Ал ол адам, мысалға біз көбінесе кімді қызғанамыз, кімге көре алмаймыз, андай бір тұлғаларды, мүмкін да, жетістікке жеткен адамдарды, танымал тұлғаларды. Оларға біз қалай жете алмаймыз ғой, біз оларға қалай жеткіземіз? Қалай алды олардан эмоцияны, солай. Не арқылы алған болса, сол арқылы. Интернеттен? Интернеттен алса, сол жаққа жазып жібереді. Жазса да болады, иә, айтпаса. Иә. Кешірім сұраймын сізді, қызғаныш менде туындаған үшін, да? Иә. Сосын көре алмаушылықты қалай айтамыз? Тоже солай. Көре алмаған үшін, жек көрген үшін, жақтырмаған үшін, ұнатпаған үшін. Өйтіп айтуға ұят қылса ше? Ұялып тұрмын деу керек. Айтуға ұялып тұрмын деу керек. Айтуға ұялып тұрмын деп, ары қарай кешірім сұраймын деп жалғастырамыз. Иә. Жақсы. Рахмет. Сосын мынандай нәрсе, біреуді ренжітіп алам ба деген қорқыныштан арылуға болады. Біреу туралы ойланбаймыз, ренжи ме жоқ, ол өзі шешеді. Мен оны ренжіте алмаймын. Өз шешім қабылдайды. Өзінің шарттары бар. Не нәрсеге ренжиді, не нәрсеге қуанады. Может, ол қуанатын шығар. Мен оны білмеймін. Мына жерде жазып жатыр, қорқынышты қалай шығарамын дейді. Қорқынышты? Қорқынышты қалай шығарамын? Иә. Негізі проработка істесе болады оны. Потому что оның қандай қорқыныштар бар екен, не қорқыныш бар екен, мен білмеймін ғой. Иә. Түрлері көп. Не нәрседен қорқады. Бұлай айтуға болады ма? Біреу бізге ренжіп қалса, ренжіткенім үшін кешірім сұраймын. Ренжітіп алған болсам кешір деуге. Негізінен 5 сөзді айтуға болмайды. Егер ренжіткен болсам кешір, барлық нәрсе үшін деді. Егер деген сөз әлі шартта жоқ әлі. Ренжіткен деген, мен біреуді ренжіте алмаймын. Есе жет, ренжи ма жоқ па? Ренжігенім үшін деп айту керек. Болсам деген, әлі болмаған. Жоқ нәрсе ол. Жоқ нәрсе үшін кешірім сұрайды, мойындамайды да. Кешір деген ол приказ. Біреуге приказ бере алмайды. Кешірім сұрай алады. Кешірім сұраймын деп айту керек та. Ал біреу бізге ренжісе, не деп жауап? Бесінші сөз барлық нәрсе үшін деуге болмайды. Өйткені барлық нәрсе абстрактный понятие, түсініксіз не нәрсе үшін. Егер де басқа адам бізге негативті сезіммен бөлісіп жатса, біз қандай жауап беруіміз керек? Қандай сезім айтып жатыр, соны айту керек. Мысалы, қысылып тұрсаң? Қалай? Қысылып тұрсың да, сөйтіп айтқанына. Айту керек, мен қысылып жатырмын. Осындай нәрсе естігенім үшін. Менде мынандай нәрсе болды. Осы жақында бір сіңіліммен сезімді бөлістім да, кезінде орнаған, мектеп кезінде орнаған ренішті. И сосын ол маған жазып жіберіпті обратно. Сен маған ренжитін орның жоқ. Нағыл деген, керісінше менің саған ренішім көп деп. Ішім дейтін андай бір жаман сезіндім да бір. Қандай? Сол, мен, өкіндім. Сонда мен қате айтып тұрмын ба деп та. Сол өкінішті айтасыз ғой. Мен өкіндім. Қате айтып тұрмын ба деп. Кәке солай шығару керек. Ол маған ренішін білдірді. Обидасы, оказывается, көп екен. Біз тіпті білмейді екенбіз ғой оны. Сезімдер іште жүреді ғой. Жүк болып.
ол маған жаңағыдай несін айтты, реніштерін. Сол кезде біз не деп жауап беруіміз керек? Ренішін айтып жатқан кезде. Қалай айтып жатыр, соған байланысты. Мгм. Қандай сезім оятып жатыр, соны айтуымыз керек. Мгм. Мысалға біз біреуді ренжітіп алдық, и ол бізге келіп ренжігенін айтты. Сол кезде мен сезімді айтуым керекпін, да? Иә, Мгм. адам бәрі келеді, Мгм. маған көмектеседі, мен деген жүкті алып кету үшін ше, мені босату үшін Мгм. маған көмектеседі. Мгм. Сосын мен осыдан 1 жыл бұрын ашуланған бір адамға ашуымды айттым да, и соны айтып жатқан кезде дәл сол моменттегі ашуды сезіндім да. Ол сонда іште тұрады екен ғой, кетпей, дәл соны сезінесің. Иә, ол адам келеді, соны қайтадан оятады. Пока оны бермейінше қайталана береді. Келіп сұрай береді, ситуация қайталана береді. Сол кездегі 10-20 жыл бұрынғы сезімді қазір ол сезім жоқ болса да айту керек па? Иә, қазір ол сезім бар, ол тұр ғой, ішімде тұр ғой. Себебі айтылған жоқ. Иә. Айтып жатады ғой, қазір уже ұмытып кеттім мен оны, баяғыда болды дейді ғой. Просто закопали, а бірақ салмағы бар оның. Бетін жауып қойған, көрінбейді деп. Бірақ иісі шығып жатыр деп. Менің бір жұмыстасым келіп маған дейді, сен Гүлбану, кешірім сұраймын, ана сезім үшін деп айт дейсің. Маған айтады, мен не үшін баяғы 40 жылғы нәрсеге баруым керекпін, сезімімді айтуым керекпін, мен қазір спокойно жүрмін дейді, спокойно жүрмін, ол уже ұмытылып кетті деп жүрмін, ал сен келесің да тағы қай дейсің дейді. Просто оған оралғысы келмесе, значит ол әлі бар, әлі көтеріп жүр. Қайтып бетін ашқысы келмейді да. Егер жоқ болса, оған бәрібір болатын еді. Ол, значит, кешірмеген де ғой да, ол деген. Қайтып орала алмайды. Апарып бермеген, шығарып тастамаған да. Одан құтылмаған, әлі көтеріп жүр. Сол үшін естігісі келмейді, көргісі келмейді. Иә. Жалпы біз сезімді айтқанда, апарғанда қандай жауап алуымыз керек? Жауап маңызды емес. Менен басқа ешкім жоқ қой. Мен апарсам болды. Жаңа біреу жазыпты, позитивті сезімдерді жеткізе алмаймын депті. Ол не істеу керек? Үйрену керек. Негізінде апарудың оңай жолы ақымақ болу. Мен ақымақ болған кезде маған бәрін айтуға болады. Ақымақтарда плюстар көп та. Осы сұрақты қойған еді бір танысым. Маған айтады, мен тоже бүйтіп айттым ғой, кешірім сұраймын ақымақтығым үшін деп айт деген кезде, ол айтады, сонда ол ренжітеді, мен ақымақпын да дейді. Ол мен ренжіте алмайды, менің шартым бар. Мен шартым бұзылды, сол үшін мен ренжеймін, и мен қиналам. Мені ешкім қинамайды да. И өзін қинау бұл ақымақтық. Осыны мойындаса адам, оказывается, мен ақымақ екенмін десе, оңай болады. Яғни шарт қойған мен ақымақ деп тұр ғой, иә? Иә. Өзімді қинап жүрген, бостан босқа көтеріп жүрген ол сезімді. Өзім қинап. Тоже осы жерде тағы бір сұрақ қойды маған, былай дейді да. Мысалға шарт қоймайын жақсы, бірақ ол мен ренжіп тұрмын күйеуімнің арақ ішіп келген үшін, иә? Ренжіп тұрмын. Ал сен айтасың шарт қойма деп. Ол сонда ішіп жүре берсін ба? Иә, мен оған кіммін деп сұрақ қою керек бірінші. Мен кіммін? Оған приказ беретінше арақ ішпе деп.
Құдай емес. Мен оның бастығы емеспін, қожайын емеспін, құдай емеспін. Мгм. Мгм. Сол бір танысым айтады, үнемі іше береді, мен каждый раз ренжи беремін. Сезімімді айтпайды екен. Енді мен оған қалай көмектесе аламын, не істеуім керек дейді. Ол ешкімге көмектесе алмайды, өзінен басқа. Мгм. Тек өзіне көмектессе, оқиғаны дұрыс қабылдайтын болса, дұрыс оқитын болса, айналаның бәрі айна, оның айнасы болады. Мгм. Айнала айна деген сөзден шығады ол. Мгм. Поэтому менен басқа ешкім жоқ деген принципті дұрыс түсінсе болды. Мгм. Просто қабылдау керек, иә, ол сол күйеуді, сондай күйімен. Ол оған қызмет етіп жатыр. Күйеу әйеліне қызмет етіп жатыр да, Аха. айна болып. Мгм. Өз күйеу арақ ішіп жатса, А, әйел де солай арақ ішіп жатыр, бірақ басқа Қалай? нәрсе ішіп жатыр. Қалай? Мысалы, әйелі балдарымен әлек болуы мүмкін, Мгм. солармен мас болуы мүмкін да, или жұмысымен мас болуы мүмкін. Ол да арақ ішіп жүр да, Мгм. мастанып жүреді. Күйеуіне көңіл бөлмейді. Мгм. Сөйтіп күйеу оның айнасы болады. Иә, ол балалармен тығыз. Иә. Күйеуін солай ашуландырып жүрген шығар ол да. Күйеуі оған солай көрсетеді. Мына жерде сұрақ келіп жатыр, қалай құл боламыз дейді. Қалай құл боламыз? Мгм. Мен кіммін деп сұрақ қоямыз. Жауап осы, мен кіммін деген сұраққа жауап, мен құлмын дейді. Бұл сұрақ тоқтамау керек. Ешқашан Мгм. мен кіммін деген сұрақ постоянно болу керек. Мгм. И ол әр ситуацияда көрінеді. Әр ситуацияда сол сұрақ қоятын болса, Мгм. құл мінезді бола алады да. Мгм. Каждый раз жауап сол, мен құлмын. Солай болу керек, иә, мен құлмын деген жауап келу керек. Иә. Құлда не бар? Түгі жоқ. Құлда түгі жоқ. Мгм. Поэтому құлдың негізінде, былайша айтқанда, уайымдайтын нәрсесі де жоқ. Заты жоқ. Мгм. Жоғалтатын заты жоқ. Мгм. Бәрі Алланікі. Мгм. Сезімді айтқан кезде жауап күту керек па? Күтудің қажеті жоқ. Күтудің қажеті жоқ. Мгм. Өйткені кім үшін айтады? Өзің үшін, да? Жоқ. Алла разылығы үшін. Алла үшін айтатын болса, құлшылық болады. Мгм. Осы жерде бір сұрақ келді ма? Алла үшін мен Алла разылығы үшін дегеннің айырмасы бар ма? Алла разылығы үшін дегенді қалай түсіндіресіз, қалай түсінемін дейді. Мгм. Біреу кім үшін, біреу не үшін болады. Біреу Алла үшін, біреу разылығы үшін. Мгм. Тамаша. Мгм. Сосын мынандай сұрақта келді. Алланың разы Қалай? Алланың разы болғанын қайдан білеміз дейді. Бұл дүниеде біледі, бұл жерде білмеймін. О дүниеде білеміз, иә? Я дәптерді көргенде. Аха. Ол адам қабылдамаса, қарсыласса не деу керек дейді. Қабылдау шарт емес қой. Мен шартым бар, қабылдау керек деген. Соған ренжимін. Тағы да. Иә. Қарсыласса да өз еркі ғой. Иә, қабылдай ма жоқ па? Мен жұмысым емес қой. Бізде 5 минут уақыт қалды. 5 минут қалды ма? Аха. Мынандай сұрақты, осы мен енді айтып жүремін ғой қасымдағыларға, сезім айту керектігімен бөліс деген кезде мынандай қарсыластықтарды естимін да, мынандай қазір соларды айтып жіберейін. Не істеймін, айтып, не пайда? Енем көргенсіз деп айтады, тілің шығайын депті ғой, маған сөйлеме деп айтады, батылым жетпейді дейді. Әкеме айтатын болсам, давлениесі көтеріліп, өліп кететін шығар дейді, ол депрессияда жүр. Ашуыңда шаруам жоқ дейді. Маған айту қиын, айта алмаймын дейді. Маған ата енеуге сөйлеуге болмайды дейді.
ұмытылып кетті ғой, жараның бетін ашып еске түсіріп не керек дейді. Қой, ол тыңдап отырмайды, қашып кетеді дейді. Оны қинап қоймаймын ба, оған ауыр болмай ма дейді. Айтсам бәлеге қалмаймын. Сезім айтудан бұрын бірінші оны дайындап алу керек. Не үшін сезім айтатынын білдіру керек та. Әртүрлі дайындықтар болады. Әркім ата-анасы әртүрлі ғой. Сөйтіп ол қай жағдайда оны қалай тыңдайды өзі біледі ғой. Поэтому бірінші дайындап алу керек. Қалай дайындалу керек? Әртүрлі дайындықтар бар. Мысалы айтады, мама, мен психологқа бардым дейді. Маған тапсырма берді. Аға, бұл мен тапсырмам. Просто 5 минут уақытыңызды алсам бола ма, сезімдерін білдіру үшін? Сосын болады десе есік ашық, болмайды десе қашан келсем болады. Егер болады десе, онда ішіндегі сезімдерін айтады, кедергі болып жатқан. Мысалы айтады, мен ұялып тұрмын, қорқып тұрмын, уайымдап тұрмын, қобалжып тұрмын, ыңғайсызданып тұрмын. Көмегіңізге мұқтажбын. Уайымдамауыңызды сұраймын. Бұл просто маған керек, қажет нәрсе, сезімдерін білдіру. Сөйтіп дайындап алады. Болады десе, сосын айтады, анашым, мен сізден кешірім сұраймын. Бүкіл негативтердің бәрін айтып шығады. Ренжігенім үшін, ашуланғаным үшін, жақтырмағаным үшін, жек көргенім үшін. Қандай негатив бар болса, соны шығарады. Ұнатпағаным үшін, қабылдамағаным үшін, тыңдамағаным үшін, кінәлағаным үшін, ұрысқаным үшін, менсінбегенім үшін, міндетсінгенім үшін. Тағы қандай негативтер болған, ішінде бәрін шығару керек та. Соларға кешірім сұраймын дейді. Сол жерде ақмақтығым үшін деп айту керек. Бұның бәрі менің ақмақтығым еді, мен ақмақпын дейді. Сөйтіп негативтердің бәрін шығарып тастайды. Сосын позитивті айтады. Мен сізді әрқашан жақсы көремін, мен сізге ризамын. Алғысым шексіз. Мені көтергеніңіз үшін, туғаныңыз үшін, емізгеніңіз үшін, шомылдырғаныңыз үшін, киіндіргеніңіз үшін. Жақсы көргеніңіз үшін, мейіріммен жақсы қарағаныңыз үшін, уайымдағаныңыз үшін, жаныңыз ашығаныңыз үшін. Тағы не? Мені қуантқаныңыз үшін, сыйлықтар бергеніңіз үшін, үйреткеніңіз үшін, оқытқаныңыз үшін. Тағы не? Маған шыдағаныңыз үшін, мені сатып жібермегеніңіз үшін. Мені үйлендіргеніңіз үшін, балдарыма қарағаныңыз үшін. Тағы не? Қандай жақсылық көрген болса, соның бәрін айту керек. Сөйтіп, мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін, бағалаймын, қадірлеймін деп қолдарынан сүйеп. Сіздің берген тапсырмаңызды орындап. Қалай? Әкеме, анама, атама бөлістім сезімдерімді. Анамның қасында бұрын Ақтауға келген кезде өзімді ауыр сезініп жүретінмін. Өзім түсінбейтінмін, неге өзімді ауыр сезінемін деп. Ал как только қалай сезімді айтып келдім, қазір менің қасымда 4-ші күн да, бірақ дым ауырлық сезім жоқ. Жеп-жеңілінің қасында да. Потому что ол сезімдер менікі емес, босқа көтеріп жүрмін. Ол біреудің қарымтасын қайтару керек. Қарым-қатынас болады сол кезде. Мынандай сұрақ келді. Балаларға сезімді қалай айту керек? Олар түсіне ма? 2,5 жастағы бала мысалға. 6 жасар. Менен басқа ешкім жоқ. Түсіне ма, түсінбей ма, маңызды емес ол. Мен кім үшін айтамын, ол маңызды. Айту керек қой, 2,5 жаста болса да. Маған звонок келіп жатыр. Мен уақытым бітті.
Алла разы болсын. Бәрімізден Алла разы болсын. Жақсы. Аха, сау болыңыз. Жеңімпаздар, эфир қалай болып жатыр, қалай болды? Барлықтарыңызға, қатысқандарыңызға Алла разы болсын, рахметімді айтамын. Кейбір сұрақтарға жауап берілмеген болса, кешірім сұраймын. Кейбір сұрақтарды осы эфирде қоя алмай қалғандығым үшін кешірім сұраймын. Барлықтарыңызға алғысымды білдіремін. Қатысқандарыңызға рахмет. Алла қаласа пайдалы болсын баршаңызға. Алла қаласа сақтауға тырысамын. Менімен бірге болғандарыңызға Алла разы болсын. Сақтауға тырысамын. Қош сау болыңыздар. Ақтауға қашан келеді екен дейді. Оны білмедім. Жалпы айтады, 50 адам жиналса барам дейді. Сондықтан сіз болып, біз болып 50 адамды жинауға тырысайық, сөйтіп шақырайық. Тағы өткізсеңіз эфир дейді. Мен ана ойлану керек деген парақшаға осы жерде отырса айтқым келеді, сізді шақырғым келеді эфирге, егер бақытыңыз болса, келіссеңіз, нұр үстіне нұр болатын еді. Баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Қош сау болыңыздар.